Баршаңызға сәлем, қаларыңыз қалай? Бүгін сіздерге осындай өте дәмді, ерекше, дастарханыңыздың сәнін көркін келтіретін творожный шоколадный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз шоколадный песочный тестаны жасап аламыз. Ол үшін бізге осылай жұмыртқаны жарып алу қажет. Оның үстінен шекерімізді салып аламыз. Осы екеуін араластырып аламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Міне. Содан соң бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майды қосамыз. Оны да осылай жақсылап араластырамыз. Енді оның үстінен қаймағымызды салып аламыз. Тағы да араластырамыз. Ұнымызға разрыхлитель какаоны қосып аламыз. Және де біріктіріп, жақсылап араластырамыз. Енді осы құрғақ ингредиенттерімізді жұмыртқалы массамызға саламыз. 2-3 реттен бөліп саламыз. Міне, кішкене біріктіріп аламыз. Және де осылай қолмен жұмсақ шоколадты қамырды жасап аламыз. Міне шоколадты қамырымыз дайын болды. Міне жұмсақ, әп-әдемі, қолға жабыспайды. Енді осыны біраз уақытқа пакетке салып, холодильникке салып қоя тұрамыз. Бұл уақытта біз начинкасын, пирогтың ішіне қосатын творожный начинкамызды дайындап аламыз. Ол үшін бізге творог қажет. Творогты салып аламыз ыдысқа, яғни сүзбемізді. Оның үстінен жұмыртқамызды жарып саламыз. Араластырамыз жақсылап. Енді оның үстінен қаймағымызды салып аламыз. Барлық қосылатын заттардың мөлшерін мен сіздерге описание бөліміне қалдырып кетемін. Сол жерден көрсеңіздер болады. Одан кейін шекерімізді қосып аламыз. Және де крахмал, кукурузный крахмалды қосамыз. Енді осының барлығын араластырып аламыз. Мен вилкамен араластырдым. Сіздер қаласаңыздар блендермен біркелкі етіп езіп алсаңыздар да болады. Міне біздің начинкамыз дайын. Енді жаңағы холодильникке салып қойған қамырымызды аламыз. Енді осыны 2 бөлікке бөліп аламыз. Біреуін үлкендеу, біреуін кішілеу етіп. Міне кішілеу бөлігін алып қоя тұрамыз қазірше. Енді мына үлкен бөлігін алып, формамызға жайғастырып шығамыз. Осылай қолмен жайып аламыз. Барлық жағына бірдей етіп, әдемілеп жайып аласыздар. Міне бізде бұл асталынатын форма. Енді осыған начинкамызды салып аламыз. Начинканың барлығын жайғастырып, осылай салып шықтым мен. Тегіс болу үшін осылай істеп алсаңыздар да болады. Енді қалған жаңағы кіші бөліктегі қамырымызды осылай жаямыз. Енді бұл өз қалауларыңыз. Жаңағыдай осылай етіп те салуға болады, бірақ мен осылай әдемі етіп сәндегенді жөн көрдім. Осылай қамырды ұзын-ұзын етіп кесіп аламыз. Қазір оны мына пирогтың бетіне қоятын боламыз. Осылай қойып шығамыз. Негізінен өз қалаларыңыз бойынша, өз фантазияларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады.
Енді пирогымызды 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Пісу уақыты пешіңізге байланысты. Міне, менің пирогым пісіп шықты. Мен оның бетін осылай сахарный пудрамен сәндеп шықтым. Және де пирогты бөлме температурасында 1-2 сағат суығанша қойып қоямыз. Начинкасы қатқанша. Міне, бізде суыды, пирогымыз начинкасы қатты. Ішіндегі енді кесіп көреміз. Міне, өте әдемі, дастарханға қойғанға да өте көрікті болып көрінеді. Дастарханыңыздың сәнін ашып, әрі дәмі де өте керемет. Шаймен ішкенге, кішкентай балдарға шоколадты өте дәмді пирог. Егер сіздерге рецепт ұнаған болса, лайк басып, парақшама тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта тағы көптеген рецепттер болады. Келесі рецепттерде кездескенше сау болыңыздар.